құрауыны қолдау дей ма? Так, болдық па, бастаймыз ба? Құрметті депутаттар, Тараз қалалық мәслихатының кезекті 35-ші сессиясына 31 депутаттан 24 депутат қатысуда. Қатысып отырған депутаттар саны сессияны ашуға мүмкіндік береді. Кезекті 35-ші сессияның жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, Тараз қаласы прокуратурасының қалалық ішкі істер басқармасының, Тараз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының өкілдері, аудан әкімдері, қоғамдық кеңестің, ардагерлер кеңесінің төрағалары, қала әкімінің орынбасарлары, бөлім және мекеме басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, Тараз қалалық мәслихатының регламентіне сәйкес сессияның күн тәртібіндегі мәселелерден ауытқымай сұрақтар қоюларыңызды сұраймын. Тағы да жалпы отырыстың соңында депутаттарға қысқаша мәліметтер беру үшін, хабарлама жасау үшін уақыт беріледі. Олар бойынша жарыссөз ашылмайды. Сессияның күн тәртібі мен жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Депутаттарда өзгерту мен толықтырулар бар ма? Жоқ. Онда сессияның күн тәртібі мен регламенті бекітілді деген ұсыныс бар. Шешімді дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Кім қарсы? Жоқ, қарсы жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға көшеміз. 2005-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы Тараз қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы нөмір 25-те шешіміне өзгерістер енгізу туралы бірінші мәселе. Құрметті депутаттар, кеше бұл аталған мәселе тұрақты комиссия отырысында қаралды. Баяндамашыны қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Бұл мәселе бойынша жоқ. Ондай болатын болса, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Сүрейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші келелі мәселе бұл 2026-28 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы. Баяндама жасау үшін сөз қала әкімінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Ордабаев Жандос Ильясбекұлына беріледі. Бұл да кеше тұрақты комиссияда қаралды, бірақ дегенмен де негізгі сұрақ болғандықтан да баяндаманы тыңдау керек деп ойлаймын. Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, құрметті Кенжебек Мағышбайұлы, құрметті депутаттар, 2026-2028 жылдарға арналған қалалық бюджеттің жобасы Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 наурыздағы бюджет кодексіне сәйкес қалыптастырылды. 2026 жылға арналған қалалық бюджеттің өзіндік кірістері мемлекеттік кірістер департаментінің болжамына және облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының ұсынысына сәйкес 100 миллиард 295 миллион теңге көлемінде жоспарланып отыр. Ағымдағы жылмен салыстырғанда 38,3 миллиард теңгеге артып отыр. Салықтық түсімдер 76,3 миллиард теңге, салықтық емес түсімдер 689,2 миллион теңге, негіз капиталды сатудан түсетін түсімдер 23,3 миллиард теңгені құрап отыр. Қала бюджетінің өзіндік кірістерінің артуы жаңа бюджет заңнамаларының қабылдануына байланысты және корпоративтік жеке табыс салығының 100% Тараз қаласына берілуіне байланысты болып отыр. Облыстық бюджет кірістерінің түспейтін қаражатты қайтару және шығындарды жабу мақсатында Тараз қаласының бюджетінен 29,9 миллиард теңге көлемінде алып қоюлар бекітіліп отыр. Осыған байланысты Тараз қаласы бюджетінің шығындары 70 миллиард 302 миллион теңге көлемінде қалыптастырылды. Жоғары тұрған бюджет жобаларына келетін болсақ, республикалық және облыстық бюджеттердің есебінен Тараз қаласының бюджетіне жалпы сомасы 35,9 миллиард теңге нысаналы трансферттер қарастырылып отыр. Атап айтқанда, оның ішінде Асқаров алқабында электрмен жабдықтауға 2 миллиард теңге, М3 жылу магистралінің реконструкциялау жұмыстарын аяқтауға 1,1 миллиард теңге, Ұлы Дала шағын ауданында қосалқы подстанция құрылысына 4 миллиард 684,3 миллион теңге, Тараз қаласында тұрғын алқаптар үшін жоғары вольтты желілер мен қосалқы станциялар салуды аяқтау жұмыстарына 223,9 миллион теңге, Бурыл АБВ тұрғын алқабын асфальт төсемін салу жұмыстарын аяқтауға 618,1 миллион теңге,
Қойгелдік көшесін қайта жаңғырту жұмыстарын аяқтауға 689-да 2 миллион теңге, Рысбек Батыр көшесін қайта жаңғырту жұмыстарын аяқтауға 725-те 2 миллион теңге, Асқаров көшесін қайта жаңғырту жұмыстарына 787-те 8 миллион теңге, Абай көшесінің бойындағы көпір құрылысын салуға 8 миллиард 984-те 1 миллион теңге, Самал мөлтек ауданындағы ішкі кварталдық жылу желілерін қайта жаңғырту жұмыстарын бастамасына 750 миллион теңге, Алатау мөлтек ауданының ішкі кварталдық жылу желілерін қайта жаңғырту жұмыстарын бастамасына 750 миллион теңге қарастырылып отыр. Және достастық жәрмеңкесі бағдарламасы аясындағы нысандарға жалпы сомасы 6 миллиард 672 миллион теңге жоспарланып отыр. Оның ішінде гидрокешен тұрғын алқабындағы саябақ құрылысына 695-те 8 миллион теңге, Төрткел керуен сарайының қайта жаңғырту жұмыстарына 875-те 3 миллион теңге, Әулиеата әуежайынан Айша Бибі көшесіне дейін жол бойындағы саябақ құрылысына 3 миллиард 486 миллион теңге, Тәукехан көшесінің бойындағы этноауыл кешенінің құрылысына 718-де 4 миллион теңге, Тараз қаласы Желтоқсан көшесінен орталық алаңға дейін Төле би даңғылын абаттандыру мен қайта жаңғыртуға 431-де 9 миллион теңге, Дінмұхаммед Қонаев көшесінен Ыбырайым Сүлейменов көшесіне дейін Абай даңғылын абаттандыру және қайта жаңғырту жұмыстарына 462-де 6 миллион теңге, Тараз қаласының Әулиеата Балауса шағын ауданында 1300 орындық концерт залының құрылысының бастамасына 4 миллиард 99-да 7 миллион теңге, халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорына тұрғын үй сатып алуға 2 миллиард 731-де 4 миллион теңге, және мынау әлеуметтік салада мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша 1 миллиард 186 миллион теңге қарастырылып отыр. Енді қала бюджетінің өзіндік кірістеріне, өзіндік шығындарына келетін болсақ, жаңа 70 миллиард 300 миллион теңгеге. Бұның ішінде 4-те 1 миллиард теңгесі барлық әкімдікке қарасты мекемелердегі қызметкерлердің еңбек ақы қорына бағытталып отыр. 210-да 7 миллион теңгесі коммуналдық шығындарға, 451-де 3 миллион теңгесі бұл қызметтерді сатып алуға, 194-те 4 миллион теңгесі қажетті тауарларды сатып алуға, 104-те 5 миллион теңгесі байланыс қызметтеріне, 23-те 5 миллион теңге жанар-жағармай сатып алуға, ақпараттық саласында қызметтерді сатып алуға 153-те 9 миллион теңге, іс-сапар шығындарына 37-те 6 миллион теңге қарастырылып отыр. Және осы әкімдікке қарасты мекемелерге негізгі құралдарды сатып алуға, күрделі шығындарға 119-да 1 миллион теңге бағытталып отыр. Әлеуметтік салаға бұл жерде атаулы әлеуметтік көмек, мүгедектігі бар азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету, жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша бір реттік төлемдерге жалпы 7 миллиард 57-те 8 миллион теңге бағытталып отыр. Қоғамдық саяси мерекелерге, елдің ішкі бірлігін нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүргізуге бағытталған саяси, мәдени, спорттық іс-шаралар мен әлеуметтік тапсырыстарға 579-да 8 миллион теңге бағытталып отыр. Мемлекеттік ақпараттық тапсырысқа 130 миллион теңге, сумен жабдықтау, су бұру жүйелерінің жұмысын қамтамасыз етуге 644-те 1 миллион теңге, көшелерді жарықтандыру мен қызмет көрсетуге 3 миллиард 486-да 6 миллион теңге, қаланың санитариясын қамтамасыз ету қызметтеріне 2 миллиард 43-те 7 миллион теңге, абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарына 4 миллиард 163-те 9 миллион теңге, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 781-де 3 миллион теңге, жолдар мен тротуарларды ағымдағы жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 10 миллион теңге, жолдарды орташа жөндеу жұмыстарына 3 миллиард 281-де 6 миллион теңге, әлеуметтік маңызы бар жолаушылар тасымалын субсидиялауға 8 миллиард теңге, жер телімдері мен нысандарды мемлекетке қайтару, мемлекетке сатып алуға 231 миллион теңге, егжей-тегжей жоспарлау жобаларын әзірлеуге 81-де 9 миллион теңге, жерге орналастыру жобалары мен мемлекеттік актілерді әзірлеу қызметтеріне 182-де 8 миллион теңге, тұрғын үй сертификаттарын беруге 300 миллион теңге, Сүлейменов көшесінің бойындағы 9 тұрғын үйдің қасбеттерін жөндеуге 1 миллиард 556-да 4 миллион теңге бағытталып отыр. Жергілікті атқарушы органның төтенше жағдайларына арналған резерві 700 миллион теңге және даму бюджетіне 8 миллиард 393 миллион теңге бағытталып отыр. Енді
Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайын. Так, құрметті депутаттар, Жандос Ілеспекұлына сұрақтарыңыз бар ма? Негізгі бұл мәселе кеше тұрақты комиссия отырысында толығымен қаралды. Сұрақтардың көбісі қойылды. Қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, депутат Бердалиев. Кеше ғана желтоқсан несін өткіздік, барыңыз білесіздер. Сонша жақсы сөздер айтамыз. Бірақ ошол желтоқсандықтардың өкпелері қара қазандай, қала бойынша ешқандай іс-шара іске аспады. Тым болмаса шақырып жыл сөзімізді де бұйырмадық. Былтыр бір қаланың қарандаш туралы айтқан едім. Бақытжан Әмірбекұлы есіңізде шығар. Биыл сондай қара қазандай өкпемен кетті. Енді болар болды. Ендігі жылы 40 жылдыққа қандай жоспар бар? Ішкі саясаттың жұмысына мен көңілім толмайды, шынын айтсам. Өйткені осы неправительственный организациямен топырлатып әйтеуір өткізіп жатады, Құдайға шүкір, оған да рахмет. Бірақ дәл осы жолы желтоқсаншылардың ешқандай қапы қап кетті көзден. Өзіңізде ержан әкім Бақытжан Әмірбекұлы келдіңіз, сол күні 4-5 адаммен сол жерге кіріп шықтыңыз. Сол жерде 50-60 адам тұрды, соларға да көңіл бөліп бұрылып кетуіңіз керек еді. Сол да сәл ыңғайсыз болып қалды. Ендігі сұрақ, 40 жылдыққа қандай жоспарымыз бар? Тараз қаласы бойынша. Рахмет. Ұлан Сланбекұлы. Мен қосып кетейін, Мұрат Азымханұлы. Бізде қала аумағында желтоқсаншылардың 3 қоғамдық бірлестігі бар. Әрқайсысымен тікелей жұмыс жасауға біз дайынбыз. Бірақ өздеріңізбен де біз бірнеше рет кездестік. Тараз қаласында неге 3 бірлестік деген сұрақ қайта-қайта көтеріліп жатыр. Сондықтан бұл мәселе бойынша өздеріңізбен тағы да кездесіп, ұсыныс беріңіздер. 40 жылдық бойынша ұсыныс беріңіздер. Ұсыныстарыңызды біз қарап, сіздермен жұмыс істеуге біз дайынбыз. Тек қана бізден ғана күтпей, біздің өзіміздің алдын ала сіздердің жылдық, әр бірлестіктің жылдық жоспарын біз жылда алып, бірге бірлескен іс-шаралар жоспарын бекітіп отырмыз. Егер мына 40 жылдық бойынша өздеріңіз ұсыныстарыңыз болса, беріңіздер, бірге қарастырып, бірге шешім қабылдайық. Біз қолдаймыз. Рахмет. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма, Жандос Ілеспекұлына? Жоқ па? Ондай болатын болса, құрметті депутаттар, отыра беріңіз, Жандос Ілеспекұлы. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібінің келесі мәселесін қарауға көшеміз. 2026 жылға арналған Тараз қалалық мәслихатының перспективалық жұмыс жоспарын бекіту туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе. Тараз қалалық мәслихатының экономика, бюджет және кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның есебі. Кеше бұл мәселеде тұрақты комиссия отырысында қаралды. Есепті қайта тыңдаудың несі бар ма? Қажеттілігі жоқ па? Ондай болатын болса, дауысқа қоям. Бұл шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды, есеп бекітілді. Күн тәртібінде келесі мәселені қарауға көшеміз. Тараз қаласының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы. Баяндама жасау үшін сөз қала әкімдігінің экономика бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Ордабаев Жандос Ілеспекұлына беріледі. Бұл мәселеде кеше тұрақты комиссияда қаралды. Тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ.
жақсы отыра беріңіз. Ондай болатын болса, дауысқа қоям, шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінде келесі мәселені қарауға көшеміз. Тараз қаласы әкімдігі жанындағы рәміздер жөніндегі комиссия құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 23 жылғы 28 сәуірдегі нөмірді 2-7 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігі жанындағы жастар жөніндегі кеңестің құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 22 жылғы 4 ақпандағы нөмірі 12-5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігі жанындағы үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі кеңес құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 21 жылғы 26 наурыздағы нөмір 3-10 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі кеңестің құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 24 жылғы 12 шілдедегі нөмірі 17-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, кезекті 35 сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер түгелімен қаралды. Сессияның жүргізу тәртібі бойынша ескертулер бар ма? Жоқ. Бақытжан Әміреұлы, айтарыңыз бар ма? Бір ауыз. Құрметті депутаттар, бүгін біз сіздермен бірге Тараз қаласының 26 жылға арналған бюджеттің жобасын бекітіп отырмыз. Біріншіден бір ауыздан қолдау көрсетіп отқандарыңызға үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Әрине бұның арқасында үлкен жұмыс тұр. Өздеріңізбен осы бюджетті жан-жақты талқылап, пысықтап, қала тұрғындарын көтеріп отқан барлық мәселелерін талқыладық өздеріңізбен бірге. Әрқайсыңыз сайланған округтардағы мәселелер бойынша да біраз жұмыс жасалды. Мына бүгінгі сессияға дейін бір ауыздан қабылданың өзі алдындағы үлкен жұмысты көрсетеді. 2026 жылғы біздің қабылдап отқан бюджетіміз қаланың тұрақты дамуын қамтамасыз етеді деген үлкен сенімдемін. Енді ары қарай біз сіздермен бірге сол бюджеттің нақты орындалуын, қаржының тиімді пайдалануын бірге бақылап, осы бағытта жұмыс жасаймыз деген үлкен сенімдемін. Рахмет. Рахмет, Бақытжан Әміреұлы, бюджеттің қабылдануы құтты болсын. Басқа мәселелер болса, сессияның жұмысын жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Шақырылып келіп қатысқан әріптестерге үлкен рахмет. Депутаттар, аппарат 1-3 минутқа қалуларыңызды сұраймын. Рахмет үлкен. Рахмет. Бақытжан Әміреұлы.